Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарылатын есептерге тоқталайық. Көптеген мәселе есептерде белгісіздер саны бірнешеу болып келеді. Мұндай есептер белгісіз шамаларды айнымалылармен белгілеп, теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарылады. Теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарылатын мәселе есептер әртүрлі тақырыптарда кездеседі. Мысалы, ол есептер сандарға байланысты болып келеді, қозғалысқа байланысты болады, проценттерге байланысты болады, концентрацияға байланысты болады, және тағы да басқа өте көп тақырыптарға байланысты болып келеді. Біз бүгін сандармен байланысты мәселе есептерді теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарайық. Мынандай мысал қарастырайық. Екі таңбалы санның бірінші цифры екіншісінен 4 есе кем, ал олардың қосындысы 10-ға тең. Бұл қандай сан? Бізге осындай есеп беріліп тұр. Ізделінді екі таңбалы санымызды x, y деп белгілейік. X ондығы, y бірлігі. Есеп шарты бойынша теңдеулер жүйесін құрайық. Екі таңбалы санның бірінші цифры екіншісінен 4 есе кем. Яғни x, y-тен 4 есе кем, немесе y, x-тен 4 есе артық. Және олардың қосындысы x қосылған y 10-ға тең. Міне осындай қарапайым сызықтық теңдеулер жүйесі алынды. Енді осыны шығарайық. Бірінші теңдеуден көрініп тұр, y 4x-ке тең екені, оны екінші теңдеуге апарып қояйық. Сонда x қосылған 4x тең болады 10 деген теңдеу аламыз. Яғни 5x-іміз 10-ға тең. Осыдан x-тің 2-ге тең екендігі шығады. Енді табылған x-ті бірінші теңдеудегі x-тің орнына қойсақ, y табылады. Y тең болады 8-ге. Яғни біздің іздеп отырған санымыз 28 екен. Жауабы 28. Келесі мысалға тоқталайық. Бізге мынау есеп беріліп тұр. Егер екі таңбалы санды оның цифрларының қосындысына бөлсе, онда бөлінді 6-ға қалдық 2-ге тең болады. Ал егер осы санды цифрларының көбейтіндісіне бөлсе, онда бөлінді 5-ке, қалдық 2-ге тең. Осы санды табыңыз деді. Есепті шығармас бұрын төменгі сыныптарда мынау мәліметтерді қайталап алайық. А және Б бүтін теріс емес сандар болсын. А саны Б санына қалдықпен бөліну үшін мына шарттар орындалатындай X және Y теріс емес сандары анықталу керек. А тең болады BX қосылған Y және Y кіші B-дан. Мұндағы А бөлінгіш, B бөлгіш, X бөлінді және Y қалдық. Міне осы мәліметті біз қазір мынау есеп шығару барысында қолданамыз. Сонымен берілген есепті шығарайық. Екі таңбалы санды біз X, Y деп белгілейміз. X ондығы және Y бірлігі. Оны біз былай жазуымызға болады. 10x қосылған y. Есеп шарты бойынша екі таңбалы санды оның цифрларының қосындысына бөлсе, бөлінді 6-ға тең болады да 2 қалдық қалады. Осыны жазайық. 10x қосылған y. Бұл екі таңбалы санымыз. Оны цифрлардың қосындысына бөлейік. X қосылған y-ке. 6 шығады және 2 қалдық қалады. Егер де осы санды цифрларының көбейтіндісіне бөлетін болсақ, x көбейту y-ке, онда 5 саны шығады, бөлінді, және 2 қалдық қалады. Осыдан мынандай теңдеулер жүйесін аламыз. 6 көбейтілген x қосу y қосылған 2 тең болады 10x қосылған y-ке. Және 5 көбейтілген xy қосылған 2 тең болады 10x қосу y-ке. Енді осы теңдеулер жүйесін шешейік. Жақшаны ашып, ұқсас мүшелерді біріктіріп, теңдеулерді ықшамдап алайық. Сонда 4x азайтылған 5y
тең болады 2 және екінші теңдеуіміз 10x қосылған y азайтылған 5xy азайту 2 тең болады 0 болады. Екінші теңдеудің сол жақ бөлігін көбейткіштерге жүктеп жіберейік. Мұнда y-ті жақшанысына шығаратын болсақ, екінші және үшінші қосылғыштан. Онда жақшаның ішінде 1 азайтылған 5x қалады. Бірінші және төртінші қосылғыштардан минус 2-ні жақшанысына шығаратын болсақ, 1 минус 5x болады. Ортақ көбейткішті көріп отырмыз. 1 минус 5x. Оны жақшанысына шығарған кезде y минус 2 қалады екен. Енді осы көбейткіштерді жеке-жеке нөлге теңестіретін болсақ, онда бірінші жақшада 1 минус 5x тең болады 0-ге, x тең болады 5-тен 1-ге. Біз бұл жағдайды одан әрі қарастыра алмаймыз, өйткені x 0 мен 9-ның арасындағы сан болу керек. Енді екінші жақшаны 0-ге теңестіретін болсақ, y минус 2 тең болады 0-ге, y тең болады 2-ге. Осы табылған y-ті жүйенің бірінші теңдеуіне апарып қойып, x-ті тауып аламыз. Сонда 4x-міз тең болады 2 қосылған 5 көбейту 2. Яғни 4x 12-ге тең. Олай болса, x-міз тең болады 3-ге. Сонымен ізделінді санымыз 32-ге тең болады екен. Міне оқушылар, біз бүгін сандармен байланысты мәселе есептерді теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруды үйрендік. Енді сіздерге үйге тапсырмаға мынау екі есепті дайындадым. Осы есептерді өз беттеріңізше теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарып көріңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.